Қазақстан Республикасының президент сайлануы ОБСЕ мүшелерімен сынға алынды. Сайлау өтті. Президентіміз Қасым-Жомарт Кемелевич президент болды. Бірақ осы сайлаудың әділетті, әділетсіз өтуіне ОБСЕ сынға алды. Яғни бұл жерде кандидаттар өз еркімен өз-өзін самовыдвижение дейді ғой, өз-өзін ұсына алуы шектелді. Мынандай бар, Қазақстан Республикасының азаматы бар, Қазақстан Республикасында тұратын азаматтар бар. Яғни житель дейді, азаматтар. Екеуінің айырмашылығын айтайын ба сізге? Америкада грин карта алады ғой. Америкада грин карта алған кезде, сол грин карта алған адамдар сайлауға қатыса алмайды. Яғни өз дауысын бере алмайды, және президент болуға өзін ұсына алмайды. Ал сол Америка Құрама Штаттарында тұратын азаматтар, тұрғындар емес, азаматтар. Азаматтар олар сайлауға өз дауысын бере алады, және сайлана алады. Кез келген азамат президент болуға сайлана алады. Ал біздің Қазақстан Республикасында қалай? Бізде сайлау, таңдау құқығы бар. Сайлауға дауыс беруіміз құқығымыз шектелмеген, бірақ сайлану құқығы шектелген. Яғни президент болу үшін, ол үшін мемлекетте 5 жыл жұмыс істеуің керек. Сот тілі болмауың керек, ол дұрыс. Қазақ тілін білуің керек, ол дұрыс. Бірақ 5 жыл мемлекеттік істеу деген бізді шектеп тастаған. Барлығымыз мемлекеттік жұмыс істеген жоқпыз ғой мысалға. А негізі демократиялық елдерде әр азамат президент болуға өз ұсынысын, өзінің президент болуға ұсынысын беруге құқылы болу керек. Яғни ОБСЕ не деп отыр? Бұл жерде әр азамат сондай шектеулі болғанда құқығында, президент болуға ұсынуға өзінің құқығында шектеулі болғандығын айта өтіп, сол президенттік сайлау мемлекеттік бүткіл дүниежүзілік белгіленген нормаларға сәйкес емес деп баға берді. Сіздер қалай ойлайсыздар? Біздің сайлау әділетті өтті ме? Бәсекеге сай өтті ме? Өз комментарийіңізді астында қалдырып отырыңыздар.